Құрметті Лиза ана жаққа баршы. Жабысып қалмайды артымнан шер ғой. Қош деймін сонда да. Мен айтам. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Астана қаласының тұрғындары, қала қонақтары, елестетіңіздер, ата-аналардың, яғни құдағайлардың кездесуі. Не деп айтады сіздерде? Тәтті шай, чай с молоком. Қабыл алыңыздар. Лиза, мында кел. Не ауыстық құтырып тұрғанды? Да тауы үйтуге болмайды шығар енді. Біз енді құда билемейміз ғой, біз қыз беріп отырмыз. Бауыр етіп баламызды қимаймыз, қалай шошанда билейміз біз. Бізде Амангүл ғана өз-өзін ұстай алмай қалып отыр. Негізі? Біз қыз беріп отырып қой, Амангүл билемейміз ғой біз. Сосын бүйтіп істемеші. Мен саған қанша айтамын, Шакира сияқты істей алмайсың. Келіңіз, Лиза отыра ғой. Құда бірақ жаман билегіміз келіп тұр ше. Иә, көрініп тұр бірақ. Бірден ұстап тұр да? Қыз беріп отырып қой біз. Иә, Лиза отыра ғой, кел. Лиза, бізде ай жоқ, шай жоқ, құтырып билеп кетіппіз ғой. Бірінші танысу керек еді ғой. Сен құтырғасын, мен де билеп кеттім ғой, құтырып артын. Жаным сол, Лиза. Құдай жүрек. Құдағи, сіз күйеуіңізден жоғары отырасыз ба? Ойбай, шешесіне қарап қызын ал дейді, мынау көп кетті ғой қарағым. Ужас қой мынау. Амангүл, мына жерге өтсең? Сөз түсінбейсің ба не, Амангүл? Соған қарағанда қайын жұрттың арқасында өмір сүріп жатсау деймін, құда? Амангүл, мына жаққа отыр. Амангүл, мына жаққа отыр. Мен нервімді білесің ғой, қазір үйден кетіп қалатынын білесің ғой, ашық өтсем. Заттарың жинап па? Ужас. Әкесіне қарап аласыңдар ау. Сөйтейікші, иә, вообще. Әкесі иман жүзді, нұрлы. Мені көбісі иман жүзді, андай деп айтады, андай. Енді құда қара отқанша танысып отырайық. Сізде қыз бар, бізде ұл бар демекші. Шпе қойық. Су мутный лаума, фурас селенге ұқсайды да. Банан жейсің ба, Амангүл? Жеме қой, пластмас. Нормально. Енді құда танысып отырайық. Менің атым Қайрат болады. Қызымыз айтты, мен атам аты Қайрат деді. Мен еркекпін. Мынау менің келіншегім Лиза, Құдай қосқан қосағым. Екеуміз сүйіп қосылдық. Құдай жаным, Лиза. Жан. Құдай жүрек. Құда сіз енді шамал бүрдірлі отырсыз, шамал. Біз кездесуде отыр, адам бар қасыңызда деген. Мен просто кеше келдім вақтыдан. 28 күн Ақтөбе мұнай-газда жұмыс істеймін. Үйге қонбай бірден құдалық қашып кеттік та. Біз шыға тұрайық. Жоқ, құда отыра беріңіз. Мына енді Лиза менің кластасым, екеуміз бір мектепте оқыдық. Лиза екеуміз танысқанымызды айтшы. Екеуміз құда кластассыздар ма? Кластас. Қандай күш. Құда колготке киетін беді мектепте. Сен ба айтқан? Екі сызығын алдына қарап. Вообще аузыма сөз тұрмайды екен сен. Вообще қызық болды. Екеуміз кластаспыз, мен сол колготкеде бір киіп бір шешіп отырғаным ғой подъезде. Біздің құдағайлар бір ашық жанды ма, білмеймін. Бір іштеңе жасыруды білмейді екенсіздер, ә? Біз сондай ақ көңіл жанбыз. Аузымыз ашылса колготке көрінеді. Құтты болсын, құда ризамыз. Бізде енді әйтеуір осы құдағайыңыз, мен есім Қанат. Қанат деген құдаң болам. Шүкір. Қайда тұрасыз? Осы Астанада тұрамыз. Астананың акиматын білесің ба? Білем ана площадьтағы. Соның артында тұрамыз. Әкем 35 жыл соның жанында тұрған. Акимат. Білмеймін, 40 жылдай болды, акиматқа кірамай жүр, шаруамыз бар еді, айтайық десек. Құдағайларыңыз сүйген жарым, сүйіп қосылдық. Жаным, маған жарасайды, қандай.
енді вақтан шығып қалған, мен қатты андай бүйтіп істей алмаймын. Аты кім? Айтыңды түсем. Өзі құдағайдың тілі шыққан ба? Ойбай, тілі шыққан, шаққан жерлерін көрсетейін ба? Аты кім? Амангүл. Амангүл. Амангүл деп атасы қойған. Үлкен атасы бар. Ой, күшті. Роза Рымбаева сияқты әнші болсын деп Амангүл деп қойған ғой. Атасы біртүрлі екен, е? Соны айтсам ренжіп қап тұрған жоқ. Енді сізде қыз бар, бізде ұл бар демекші. Біздің танысқанымызды сұрамайсың, я? Біздікі де қызық болды. Сұрайын? Қалай таныстыңдар? Айтшы, сен білесің. Амангүл құдағай. Деп күле бермей? Деп күле берсеңізші. Біз екеуміздің танысқан жаным, жүрегім. Сердцімнің ішіндегі сердцім деймін мен. Жүрегім ішінде жүрегім. Біз екеуміз қаяқта таныстық. Білмеймін, әйтеуір біз бір жерге бардық да. Білмеймін, біз екеуміз бір вечерде кездестік, содан бері бірге жүрік, әйтеуір білмеймін. Қойшы. Я күшті, әйтеуір мен сотқа берем деді, сосын алдым. Ойнайды. Ондай болған жоқ, ойнайды. Енді сізде қыз бар, бізде ұл бар демекші. Тұла бойы тұңғышымыз Лиза екеумізде ұлымыз 20-да. Атын айта ғой. Алмат. Алмат деген ұлымыз бар. Сіздер бала 20-да үйленгендеріңе 25 жыл болды, я, отасқандарыңа. Иә. Қалған 5 жыл қалай? Жоқ, енді біз бастапқы 5 жылда көпке дейін көтере алмадық. Қатты қиналдық. Но бірақ көтердік әйтеуір. Қалғоткейді өзің кейсең солай болады, құда. Енді ашық-шашық жүрді, капронмен жүрді, табанына салқын тиген. 5 жыл бойы грелкінің үстінде жатты өзі. Горчичница қойдық, жаны. Қазір хиджам алып тұрады. Сіздер аптекада тұрасыздар ма, өзің немене бар? Енді ұлымыздың аты Алмат 20-да оқиды, қай жерде оқиды? Ана сөйлей алмай отыр, қуанышына келін түсірейін деп жатыр ғой. Ана өз-өзіне не қыламай отыр. Неге ана кісіге қарай бересің? Қай жерде оқиды? Военный. Военный? Қойшы. Мен білмеппін нашы. Мен оны хореографияда деп бөліп. Ладно, военный екен. Алмат 20-да. Алмат күйеу баламыз жасы 20-да жас жігіт екен. Қыздың атын білсек. Қыздың аты кім еді? Амангүл, құдағи. Ләйла. Алмат Ләйла. Қандай әдемі? Мен мына құдағайларым мен сұлтаным дейді ғой. Сосын Ләйла сұлтан дейміз оны. Сұлтан қызы деп. Иә, енді қызымыз енді жасы нешеде екен? Кім еді? Ләйла, 35-те. Қанша? 35-те. 35? Ай, Лиза, жүр екеуміз сөйлесіп қайтайық. Оғыз күйеуге тиіп еді, қайтып келді ма? Мында кел, Лиза. Келді ғой. Неге үйде не болып жатқан маған айтпайсыңдар? Лиза, мен саған қашанғы айтамын, ана баламен сөйлес, кіммен сөйлесу, мынау масқара ғой, 35-те келін алып жатырмыз. Бізден 5-ақ жас кіші ғой, не болды ал? Лиза. Дымдау ма сен, махаббат жасқа қарамайды? Махаббат жасқа қарамайды? Үйге барғасын сөйлесеміз, отыр. Құдағайға бәрібір өзім байым бар депті ғой, қалғанда шаруам жоқ. Солай болып тұр. Шүкір, қыз кетті. Ай, мынау масқара ғой енді, 35 жас деген ужас просто. Бірдеңе десеш, әшейінде үйде маған сөз бермейсің ғой, қаққан етіп. Ладно. Құдай енді ештеңе қылмайды, ол махаббат. Ол сенің ұлың, жаңа Алматың біздің қыздан кете алмайды. Неге? Жақсы көре ма? Дуаланған деді ғой. Куклаға ине тыққан деді ғой мамасы екеуі. Күнде гүл әкеп тұрады. Дуаланған деген осы шырағым. Масқара. Біз енді қызымыз енді 35-те болғанмен үйтіп не алмаңыздар. Ана орнына ана болады ертең құдағай бір бәле болады. Оқыған ба, хотя бы қыз оқыған ба? Ойбай, 5 диплом бар. Қанша? 5 қандай диплом? Медицинский. Международный, медицин-технический. Сосын экономист. Қазір деген өте табылмайтын мамандық, білесіз ба? Беспатический деген несі бар, диплом бар. Әрине. Хронический деген бір диплом бар сосын. Евродиплом бар. Ертең сіздің балаңызды ана орнына ана болып, әпке орнына әпке болып, әйел орнына әйел болып қарайды, не болып? Бұратала еміз ет десеңізші онда. Масқара ғой, құдағай, не айтып отырсың?
Сондай дипломдар бар ма не? Әрине. Білмедіңіз ба, Қанеке? Енді не ол 5 диплом бар. Неге повар? Ойбай, жасы 35-те салмағы қанша болды, Лиза? Лиза, бірдеңе десейші. Құда, Ау. 5 диплом бар қызды сіздердің қолдарыңызға ұстатып жібере алмаймыз. Қалың мал деген бар бізде. Енді қыз бергеннің назы бар, әрине енді. Біз енді қалың малға қанша сұрайтынымызды айтайын. Енді біздің үйде ақшаны Аманкүл шешеді. Қанша сұраймыз Аманкүл? 11 миллион. Қанша? 11 миллион. 11 миллион? Әрине. Ай, 35-тегі қатырға... 35-тегі қызға 11 миллион деген масқара ғой. Мен 11 миллионға, Лиза, мен өзіме бір қатын, балама бір қатын алмайым ба? Маған да біреуін алып берші. Алам ғой енді. Жо, Аманкүл 11 миллион нақсылерге обалмы? Сен маған айтпай чанган алайын деп атқан жоқсың ба? Құда, 5 дипломмен 11 миллион мен ойлаймын аз деп. Таза бағасы ғой. Тем более поварға беріп отырмыз. Іші құныққан екенсіз құдағай. Ай, құныққан бес, мен ойлап отыр. Жаным, менің жаным. 11 миллион кредитіміз бар екен Қанатқа айтпақшы чанган біздің. алып берем ғой ертең. Ау. Қанатқа чанган алып бермеймін ба? Біз құдағай жаман прикольчик қазір осы. Бұрын квен ойнаған. Ай, 11 миллионнан бөлек мен сізге айтайын, сүт ақысын сұраймыз. Сүт ақысы? Литр қаншадан деп отырсыңдар? Енді 4 миллиондай бересіңдер ғой сүт ақысын. 4 миллион? Не алған сүт ішкен бұл сонда? Шадринский ішкен ғой. Қоюынан ұрды. Не сендер былтыр су алтқансыңдар ма қыздарымды? Масқара ғой ма? Арасына су қосып кішкене экономдасаңдар қайтеді қарағым ау. Ай, 15 миллион домалақтап берсең, болды, қыз сіздікі. Бұда 15 миллион мына жерге келіп қойсаң, Аманкүлмен қосып берем саған. Ойбай, Лиза, біздер қарттар үйіне ашайық деп жатырмыз. Ала не болып кетті? Келініміз 35-те, құдағайымыз келейін деп жатыр. Келісеміз ғой. Келісеміз? Мыналар уже мініп алды ғой біздің үстімізге. Енді не де болса құрсыншы енді, балалар жарасып жатыр ғой енді. Қыз теңін тауып, ұлымыз ғашық болып. Бірақ менің Лизам өте текті жердің қызы. Біздікі де. Қара. Енді былай істейік. Менің Лизам текті жерден шыққан қыз ғой. Өзімнің алғашқы құдағайым деп Аманкүлге құрсыншы деп, қыздың мамасына деп Еуропадан, Италиядан $5,000 шубаға заказ берді ғой. Құтты болсын. Италияның қай қаласынан алдыңыз? Айтады. Наксалды таңдап. Италиядан барып алдыңдар ма? Иә, иә. Италияның астанасы Париж бес. Жоқ, Пекин. Пекин. Рұқсат болса, мына құдағайларыңыз, Лиза құдағайларыңыз, мына Аманкүл құдағайға ішін алшайш, құрғыр неғып жүрсін, тіпті пакетін. $5,000 шапаны, мына шубасы өзі $5,000. Шабала құрмет, қошемет. Шаба! Енді, как раз жаз ғой, жазда киет. Құда, Лиза құдағай, сіздер өтірік шекенсіздер, өйтіп бізді басынбаңыздар. Дәл мынандай Италия, біз бағана ғана дәл сондай шубыны Артемнан 22,000 алғанбыз. Ондай өтіріктеріңді неғымаңдар ма? Отыр, Лиза. Үйтіп бізді жоқ жерден шыққан бірдеңе деп мен сенбей неғымаңдар. Лиза, отыра ғой. Қарға неғылар. Саған қоятын бір сұрағым бар. Ана $5,000 қаяққа жібердің? Ладно, үйге барғасын сөйлесеміз. Енді құда, біз екеуміз сыртқа шығып бір темекі шегіп қайтайық, таза ожытып қайтайық. Құдағайлар өздері сөйлесетін әңгімесі бар шығар, ертең құдалық бар, киттесу деген бар, кім қанша адам келеді, не береміз деген сияқты. Болды, құда, басым ұрып кетті жаңағы. Не деген, мейім ауышып, жаман алдатындар ғой бізді, құда. Жоқ, біз алдаған жоқпыз. Аманкүл, құдалыққа 35 адам келетінімізді айт. 35 адам тым көп, 20 адамнан артық келмесін, сізген күсап шұбырып де. Шұбырып келмеңдер де. 35 адам келеміз, неге десе біздің арғы атамыз сіган деп айта бер спокойно. Сосын әруақтарға 35 адамға кит кигізеді. Сосын әруақтарға деп кілем алсын. Әруақтар кілем не қылады, шапан кигіземіз де. Шапан кие алмайды деп түсіндіріп айт оларды. Оларға жараспайды деп айт. Әруақ емес па? Сосын
алдындағы құдалықтағыдай болып қырғын болмасын. Мен әкем мен шешеме біреуіне дубленка, біреуіне шуба обязательно ұмытпа. Сосын маған 4 футболка ала салсыншы. Сосын бір Черчилл ал да, сосын бір кола алып келе салсын. Сосын өзіңе өткендегін алдырып тастай. Ал, кел, Лиза, кел. 4 футбол. Андай пысықтанып, сүміреймей пысықтанып отыр. Өзіндікін берме. Бірдеңе деп атса, сылқ етіп салып бол. Жақсы, Лиза? Давай. Бәрін, андай, бітеп қама, қыз тегін кетіп қамасын. Кеттік ал. Вообще соңғы кезде сауда болмайды. Құдағай келіңіз. Ал құдағай енді сізде қыз бар дегендей, бізде ұл бар дегендей. Екі жас енді бір-бірін жақсы көріп жатыр екен, қосыламыз деп жатыр екен. Екі жақтан ата-ана болып қолдау көрсетіп жүр. Лиза, қыз 35-те ұмытпа. Енді сіздер не деп жатсыздар, қалай деп жатсыздар, қалай келейін деп жатсыздар. Иә, құдағи, оныңыз дұрыс қой. Дегенмен де мен жаңа сіздің ұлдың повар екенін біліп кішкене жүрегім ауырып қалды. Біздің қыз 35-те болса да 5 бірдей дипломы бар. Енді қызды бергеннен кейін өзіңіз білесіңіз, далада жатқан қыз жоқ. Әкесін көріп отырсыз жаңа. Беделді осы біздің ауылымыздың беткесі ұстар азаматының бірі. Сондықтан енді әкесіне 4 футболка, бір 0,5 кола, бір Черчилл обязательно ұмытпаңыздар. Енді мен қайын жұртты сыйлап, ата енемді қатты сыйлайтын жаңағы өзіміздің қазақтың келіндерінің бірі болам. Сондықтан атамызға дубленка норковый, енемізге алтын, тағы да дубленка. Оның өзі аздық етеді деп ойлаймын. Және 35 ағайындымыз, сол 35 ағайынның әрқайсысына жағалдан деп ойлаймын. Амангүл. Құдағай енді Жаңғақ шағатын ал, жаңғақ шағатын. Құдағай енді балдар бір-бірін жақсы көріп тұрғасын келісеміз деп ойлаймын. Енді құдамызға Шабала құрмет қошеметтеріңіз. Лиза ханым және де Амангүл ханым. Біздің концертіміздің атынан жақсы көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Қыз ұзатыңыздар, келін сүріңіздер, немере сүйіңіздер, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Спасибо. Рахмет, нағыз актриса, талантты жандар. Шабала құрмет қошеметтеріңіз. Жақсы көңіл күй сыйлаған Амангүл ханым, Лиза ханым. Көңіл күй қалай Астана? Рахмет. Біз арғадай кешіміз жалғастырамыз. Өнердегі ағаларын қолдап келіп отырған қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз, әнші, композитор Ғазизхан Шекербек. Қабыл алыңыздар.